Қара құрдымның ішінде не бар деп ойлайсыз? Қара құрдымдар негізінде осы әлемдегі ең құпия нәрселердің бірі. Ешкім факт ретінде оның ішінде не бар екендігін айта алмайды. Ғалымдардың зерттегені бойынша модельдері жасалып ең бірінші санды бейнесі түсіріліп алынса да, біз онда не бар екендігін анықтай алмаймыз. Өйткені оның ішіне ешкім барып көрмеді. Тіпті барғанның өзінде де ондағы нәрселерді айтып беру қиын, тірі қалмайды. Өйткені ондағы жарық та ішіне кірсе кері қайта алмайды. Негізінен қара құрдым массаның максималды деңгейіне дейін тығыздалған кезінде пайда болатын өте тығыз және өте массивті нәрсе. Осы характеристикасынан ондағы гравитация да алпауыт. Өйткені масса көп болған сайын гравитация күші де жоғары болатынын физика сабақтарынан да оқып біліп жүрген боларсыз. Осындай массасы тіпті күннен миллиондаған есе, миллиардтаған есе ауыр болатын қара құрдымдар көптеген галактикалардың ортасында орналасады. Галактикалардың модельдерінің суретін қарағанда сізде эллипс немесе домалақ болып айналған галактика ортаға қарай оратылып бара жатқанын байқаған боларсыз. Бұл сол галактиканың ортасында алпауыт қара құрдым орналасқандығын білдіреді. Ал қасындағы жарық пен жұлдыздар сол қара құрдымға тартылып жатқандықтан осындай бейнеде модельденген. Осылай айналып жүрген кезде жылу және жарық фотондарының арасынан электрондар қуатты радио толқындар шашады. Кейбір кезде адамдар квазарлар мен қара құрдымның айырмашылығын білмей жатады. Екеуі де өте ұқсас нәрсе және галактикалардың немесе басқа да шоғырланған аспан объекттерінің ортасында орналасады. Бірақ квазарлар өте жарық болып көрінгенмен, қара құрдымдар тіпті көзге көрінбеуі де мүмкін, егер қасында ұшып бара жатқан жарық фотондар болмаса. Және квазарлар деп қара құрдымның өзін айтпайды. Ол қара құрдымның сыртындағы жарықтан пайда болған бізге көрінетін нәрсе. Аспанда қара құрдым жұтатын өте көп нәрсе бар. Ол кез келген аспан денесін өзіне тартады. Супермассивті қара құрдымдар галактиканың орталарында орналасатынын айттық. Олар галактикалардың орталарында орналасып, галактиканы түгелдей жұтып қоя алады. Әрине оған бірақ өте көп уақыт кетеді. Бірақ мынадай қызық нәрсе бар. Қара құрдымдар шаңсорғыш сияқты емес. Яғни қара құрдымға қатты жақындап кетсе ғана өзіне тартып алады. Мысалы, күн жүйесіндегі күннің орнына кішігірім қара құрдым орналасатын болса, біздің планета қап-қараңғы және суық болады. Бұл факт. Өйткені қасында айналып жүрген жұлдыздардан жарық фотондары келмей, жарық шаша алмайды. Және кішігірім қара құрдымдарда тесігіне шамамен 20-30 миллион километр жақындап кетсе ғана тарта бастайды. Мысалы, күн мен жердің арасы 149 миллион километр деп есептесек, күннің орнына келген қара құрдымға жер құлап кетпейді. Құлап кету үшін өте көп уақыт керек. Күнді айналғандай айналып жүреді. Мүмкін өз осіне не орбитасынан жылдамдығын өзгертер, бұл қара құрдымға байланысты. Сол сияқты қара құрдымнан 20-30 миллион километр алыс тұрған барлық планеталарда қара құрдымды айналуларын жалғастыра береді. Олардың қара құрдымға түсіп кету үшін миллиардтаған жылдар кетеді. Қара құрдымның тесігі бары белгілі. Белгілі бір сингулярлыққа қарай объекттер тартылады. Бұның бәрін білгеннен кейін бізде сұрақ туындайды. Қара құрдым ішінде шынымен де не бар? Теория бойынша қара құрдым тесігі қап-қара. Бірақ тесігінде айтылған сингулярлық қалай жұмыс жасайды? Ғалымдар бұл кішкене сингулярлық кванттық гравитацияға бағынады деп айтады. Алайда әлі күнге дейін физиканың бұл саласы шала дамыған және физикадағы ең құпия нәрселердің бірі болып саналады. Бірақ бұл кванттық гравитация толықтай зерттеліп, қара құрдым құпиясы ашылса, адамзат үшін бұрын соңды фантазиясына кіріп шықпаған нәрселер белгілі болуы мүмкін. Эйнштейннің салыстырмалық теориясы қара құрдымның кейбір сипаттарын көрсетеді. Мысалы, қара құрдым бір жағынан кіріп екінші бір әлемге апаратын көпір болуы мүмкін. Аспандағы құрт шұңқырлары сияқты. Яғни біздің және сіздің тілмен айтқанда кәдімгі телепорт. Бірақ арғы жағындағы әлем бізге белгісіз. Бұндай телепорттар тіпті әлемнен әлемге көпір емес, басқа бір уақыт кеңістігіне көпір болуы мүмкін. Алайда эксперименттер жүргізілмей, ғалымдарда нақты нәрселер айтылмайынша бұлар теория болып қала бермек. Оған қоса қалай ойлайсыздар? Қара құрдымдар мәңгі өмір сүре ала ма? Егер қасында жұтатын еш нәрсесі қалмаса, қара құрдым өмір сүруін доғарады. Сіз Стивен Хокинг деген астрофизикті жақсы танитын шығарсыздар. Ол да қара құрдымды зерттеуде өте үлкен үлес қосқан ең мықты ғалымдардың бірі. Ол мынадай теориялық болжамға келеді. Қара құрдымдар өздігінен радиация бөледі.
және бұл радиацияны Стивен Хокинг құрметіне Хокинг радиациясы деп айтады. Егер осы бір қара құрдымдар арқасында жарық не болмаса, энергия болмаса, радиация арқылы қара құрдымның көлемі де массасы да азайып, ақыр соңында жоғалып кетеді. Стивен Хокингтің бұл теориясы бойынша қара құрдым жоғалып тынған кезде қара құрдым ішіндегі өзі сорып алған энергияларда ашық ғарышқа радиация болып тарап жоғалып кетеді. Қиын түсінемін, бірақ бұны түсінсеңіз өте қызық. Интерстеллар киносын көрген болсаңыз, кинодағы гаргантюа қара құрдымын керемет сипаттайды. Қара құрдымға жақындап бара жатқан сәтінде өте үлкен жылдамдықпен басты кейіпкер үшін уақыт тоқтап қалады және қара құрдым тесігіне кірген сәтте 3D әлемнен басқа әлемге өтіп кетеді. Бұл 3D әлем емес және бұнда уақыт деген ұғым жоқ. Сіздерге бұл киноны көруге кеңес беремін және қара құрдым ішінде не бар деген сұраққа басқа версиядағы жауап ретінде қарастырсаңыз болады. Қара құрдым тесігі қап-қара болғаннан кейін ол жақтан мүлдем сигнал не ақпарат ала алмай жатырмыз. Сол үшін де қара құрдым іші құпия. Бірақ шешілмейтін жауап болмайды, әйтеуір бір шешілетін жауап. Мүмкін жүздеген тіпті мыңдаған жылдар кетер. Ал біздің видеомыз соңына жетті. Ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк. Каналымызға тіркеле кетіңіз. Біздің ВК группаларымызға және менің Инстаграм парақшама тіркеле кетіңіз. Келесі видеоларда көріскенше.